Оның үстіне енді қазір біздерде шынын айту керек, әлі де болса біздерде экономика шикізатқа тәуелді болып отыр әлі күнге дейін. Біз әлі де болса өңдеуші салаға біздер осы Сенаттың қабырғасында былтыр өткен жылда да осы биылғы жылда қарадық. Бұл өңдеу саласына жалпы өнген өнімді ауыл шаруашылығы болсын, өнеркәсіп саласында болсын, соларды өңдеу мәселесіне ол қосымша құн салығын түседі, қосымша табыс болады, адамдарға жаңа жұмыс орындары болады. Осы бағытқа біз әлі де болса көңіл бөліп десек, енді кеше бірінші қыркүйекте мемлекет басшысы сөйлегенде де айтып өтті. Мысалы, қазіргі жағдайда осы бір үлкен бір жобалар, 15 жобаны іске асыру керек қажеттілігін, сосын осы өңдеуші салаға, оның ішінде орта бизнесті дамыту жөнінде де тапсырма болды. Осыған байланысты қазір біздер облыстарда болдық, кеше де осы Солтүстік Қазақстан облысында болып, ондағы айтып отқан қысқа дайындық мәселесі біздер, сосын қатар экономика тұрғыда ауыл шаруашылығындағы сүт өнімдері,